Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті пәні бойынша кезекті сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз Төлеген Айбергеновтың «Сағыныш өлеңі». Оқу мақсаты шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтаудың, троп пен фигураның түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру. Бүгінгі сабақта сіздер шығармадағы өлең жолдарынан троп түрлерін тауып талдайсыздар, өлең жолдарын қара сөз түрінде жазып, автор стиліне өзіндік баға бересіздер. Балалар, сіздер 6-шы сыныпта Расул Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» атты әңгімесін өткен болатынсыздар. Осы әңгімеде авар халқының бір аңызы берілген. Кәне, аңызды еске түсірейікші. Экранға назар аударыңыздар. Балалар, автор аңыз мазмұнында қандай ой айтқысы келіп тұр? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Автор туған жерге деген сағынышты осы аңыз арқылы түсіндіргісі келеді. Ендеше, балалар, сағыныш сөзіне бір сөйлемнен ой тізбек жасап көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, біз бүгінгі сабақта қандай тақырыпты сөз етеміз? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Біз бүгін Төлеген Айбергеновтың шығармашылығымен және сағыныш өлеңінің мазмұнымен, өлеңдегі көркемдегіш құралдардың құбылту мен айшықтау түрлерін талдап, автордың стиліне баға беретін боламыз. Алдымен ақын шығармашылығымен танысалық. Төлеген Айбергенов Қарақалпақ елінің Қоңырат деген жерінде дүниеге келген. Ол Ташкент қаласындағы Низами атындағы педагогикалық институтты бітірген. Біртуар ақынның «Арман сапары», «Өмірге саяхат», «Құмдағы мұнаралар», «Мен саған ғашық едім», «Аманат», «Бір тойым бар», «Бақшаға саяхат» атты жыр жинақтары бар. Балалар, қандай керемет жаңалық! Төлеген Айбергеновтың жырлары Қарақалпақ тілінде кітап болып шықты. Бұл ақынға деген көршілес Қарақалпақ елінің үлкен құрметі деп білеміз. Арман бұлағы деп аталатын жинақта Төлеген Айбергеновтың өмірі, жырлары жайында мәліметтер берілген. Балалар, енді сағыныш өлеңімен танысайық. Сағындым жаным мен сені, көркіңді жүрген қуаныш қылып, мендей мекен барағаң. Шын інім болсаң, бас бұрма жаным, өсек ғайбатқа бұраған. Қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышымен есепте. Онсыз сен тіпті тұлпар да болсаң, қосыла алмайсың қатарға. Әуелі әбден сағынып алмай, шығушы болма сапарға. Сағынбай барсаң, теңіз де сенің тебіренбес жастық шағыңдай. Бұлбұлдың даусын ести алмайсың, бауларға кірсең сағынбай. Сағынбай барсаң, таулар да сенің алдыңнан шықпас асқақтап, ойлауың мүмкін дүниені мынау, кеткен екен деп тас қаптап. Үмітке толы, арманға толы әр жерде бір топ қарағай, сағынбай жүрсе қалуы мүмкін, жамырасуға да жарамай. Балалар, автор өлең жолдарында қандай тақырыпты көтерді? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ақын сағыныш сезімін қандай сөздермен бейнелеген? Нені сағынды? Неге сағынды деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар, балалар.
Енді осыған байланысты бірінші тапсырмаға кірісейік. Қос құты бойынша Төлеген Айбергеновтың сағыныш өлеңі мен Расул Ғамзатовтың менің Дағыстаным әңгімесіндегі сағыныш арасында қандай ұқсастық пен айырмашылықтар бар екенін табыңыздар. Бағалау критерийлеріне мән беріп отырыңыздар. Балалар, дұрыс салыстырдыңыздар. Екі шығармадағы сағыныштың ұқсастығы да, айырмашылығы да бар екен. Сабағымызды одан әрі жалғастырайық. Алдымен құбылту мен айшықтау жайлы ақпаратпен танысуды ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың пікірімен танысудан бастайық. Тіл көрнекі болу үшін дерексіз нәрсе деректі нәрседей, жансыз нәрсе жанды нәрседей суреттеліп, адамның сана саңылауына келіп түсерлік дәрежеге жетуі керек. Қалыпты түріндегі сөз ондай дәрежеге жету үшін түрлі әдістер істеледі. Ол әдістер негізгі түріне қарай 3 топқа бөлінеді. Көріктеу, меңзеу, әсерлеу, дейді Ахмет Байтұрсынұлы троп түрлері туралы. Демек, шығарма оқырман жүрегінен орын алу үшін, тыңдаушысын селт еткізу үшін көркемдегіш құралдардың маңызы зор. Енді троптың бірнеше түрімен танысайық. Экранға назар аударыңыздар. Балалар, троптың түрлерімен танысып алсақ, енді өзіндік жұмыс орындаймыз. Берілген өлең жолдарынан көркемдегіш құралдарды тауып, кестені толтырыңыз. Көркемдегіш құралдарды таба отырып, ақынның қолдану ерекшеліктеріне мән беріңіздер. Балалар, бағалау критерийлеріне назар аударыңыздар. Балалар, көркемдегіш құралдарды тауып болсақ, ақынның көркемдегіш құралдарды қалай қолданғанын байқадыңыздар ма? Қолдануында ерекшеліктер бар ма екен? Ақынның стилінде қандай ерекшеліктерді байқадыңыздар? Өте жақсы балалар. Мен сіздердің пікірлеріңізді қолдаймын. Енді шығармашылық жұмысқа кірісейік. Өлең мазмұнын түсіне отырып, өздеріңіздің сағыныш сезімін бастан кешірген сәттеріңізді еске түсіріп, автордың өлеңдегі айтар ойын қара сөзге айналдырып жазыңыздар. Бағалау критерийлеріне назар аударып отырыңыздар. Жарайсыздар, балалар. Сіздер өлеңдегі ақынның сағынышын дұрыс сезіне біліп, ойларыңызды жақсы жеткізе білдіңіздер. Енді оқу тапсырмасына назар аударамыз. Ақын сағынышы тақырыбында ақын қолданған көркемдік тәсілдерді қолданып, эссе жазамыз. Балалар, біз сіздермен бүгінгі тақырып бойынша белсенді жұмыс жасадық. Сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.